Қайырлы түн баршаңызға, қалдарыңыз қалай достар? Бүгінгі күні сіздермен жаңа лайв сұхбат бағдарламасы. Бүгін сіздерде керемет келін дайындап қойдым. Қазір Ақнұр деген келіншек, жас келін. Бүгін бізбен бірге сұхбаттасатын болады. Қазіргі таңға мен ол кісіні тікелей эфирге шақыратын боламын. Сұхбат өте қызық болады деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар, және де бізде ол кісілерде сағат 9 екен. Қазір ғана міне біз переписка жасап жатырмыз. Қызылорда қаласында 9 екен, қазір. Біздің Астана уақытысымен сағат 10-да және 11 арасында бізде тікелей эфир болып отырады күнделікті. Сондықтан қапы қалмай қарап отырыңыздар. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Біздің тақырып, біздің сұхбат бағдарламасы бұл әртүрлі тақырыпты қамтитын болады. Яғни жас келіндерге арналған блогер ханшайымдармен бірге біз сұхбаттасатын боламыз. Яғни сіздер өздеріңіздің қызықтыратын сұрақтарыңыз болса қоя отырсаңыздар мархабат. Қазір біз Ақнұр ханымды тікелей эфирге шақыратын боламыз. Бірге болыңыздар, және де сұрақтарыңыз болса барлық сұрақтарды қамтимыз деген ойдамын. Бүгінгі таңда өте блогер келіндер өте танымал, өте көп блогерлар, сондықтан блогер келіндерді іріктеп таңдап алып жатырмын қазір. Және де сол келіндермен сұхбаттасқан өте қызық, өздерінің бір жеке жаңағы жан сырларымен бөліседі, сырласу өте тамаша болады. Қазір біз Ақнұр ханымды тікелей эфирге қосып жатырмыз, күтіп отырмыз. Подключается дейді. Ал қосыла кетіңіз Ақнұр ханым, қосылыңыз бізге, және де керемет бір сұхбаттың бірі болады деген ойдамын. Баршаларыңызды тікелей эфирге шақырамын. Тікелей эфир жанұялық сырлармен бөлісу, блогерлік қабілеттермен бөлісу, өзінің кішкентай кезіндегі қандай бала болғаны жайлы, нені армандағаны жайлы, блогерлікті қалай бастап кеткені жайлы. Не может присоединиться дейді. Қайта қосып көрелік. Ақнұр ханым, неге қосыла алмай жатырсыз? Бізде интернет болмай жатыр ма? Техникалық ақаулар осындай болып тұрады арасында. Ақнұр ханым, сәлеметсіз бе, қайырлы түн. Жақсы. Сіздерде сағат 9 екен, Қызылордада. Мен оны білмейді екенмін, уақыт арасындағы уақыттың айырмашылығы бар екенін білмейді екен сіздерде. Сіздер мен біздің арасында. Сәл телефонды көтерсеңіз жоғары, себебі мұрнынан төмен ғана көріп тұрмыз сізді қазір. Маған барлығы көрсетіп тұрған сияқты болып тұрмын. Енді қалай? Енді дұрыс болды. Тек шекеңізден төмен болып тұр енді. Осылай. Ақнұр ханым, біздің бағдарламаға қош келдіңіз. Жаңа лайв сұхбат. Блогер ханымдарға, жаңадан шығып жатқан талант иелеріне арналған біздің бағдарламаға қош келдіңіз, және де келісіп сұхбат беруге, қазір сырласуға шығып отқаныңыз үшін сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де сіз өзіңіз туралы қысқаша мәлімет айта кетсеңіз. Рахмет шақырғандарыңызға. Қай жылғысыз, есіміңіз? Даусым естіліп жатыр ғой, Естіліп тұр, керемет. Барлықтарыңызға бірінші қайырлы түн. Сізге де рахмет шақырғаныңызға. Уақыт тауып, мен кішкене қазір арасында бір не болып қалса ренжімейсіздер. Өйткені кішкентай балам бар. Әрине. Мен 1996 жылы 25 желтоқсанда дүниеге келгенмін. Есімім Ақнұр, руым кіші жүз Шөмекей Тоға. Келін болып түскен жерім орта жүз Қоңырат Құлшығаш. Әзірге бір балам бар. 2 мамандық иесімін. Бірінші мамандық иесі экономист, екінші мамандық иесі юрист. Дәл қазір декреттемін. Қысқаша да. Тұрмысқа шыққаныңызға неше жыл болды? Тұрмысқа шыққаныма 1,5 жыл болды. Тамаша. Кішкентай Ақнұр қандай болды мінезі? Бұзық болдың ба, әлде момын болдың ба? Жоқ, момын болған жоқпын. Қандай бала болды? Мен үйдің кенжесі болғандықтан ерке болдым, жылауық болдым. Айтқанымнан қайтпайтын, айтқанымды істететін, айтқанымды жылау арқылы істетем ғой, енді жаман жылауық болғанмын, ерке болғанмын, сондай болғанмын. Әлі де сол сияқтымын.
Аха, әлі де еркемінсіз ғой. Еркемін, иә, үйдің еркесі болғандықтан еркемін. Мына жақта да мен жалғыз келінмін, жалғыз ұлдың. Бұл жақта да ерке келінмін. Аха, ерке келін. Жолдасыңа еркелей аласың ба? Еркелігіңді көтереді ме? Жолдасым, иә, еркелікті көтереді, еркелеймін, ата енеме де еркелеймін. Барлығы еркелігімді көтеріп жүр. Жақсы. Блогыңыз не жайлы? Негізі бастағанда блогты не жайлы жүргіземін деген қандай жоспарыңыз болған еді? Ол баста келіндік блог болған тұғын. Мен негізі блогер боламын деп өзімше бастаған болатын. Дәл қазір өзімді блогер есептемеймін, жай ғана қызығушылық қой. Өйткені қазір декреттемін, ертең декретім бітсе жұмысқа шығамын. Бұл екінші вариант болып қалып қояды да уже. Екінші жолда. Негізі осы блогерлықтан қазір табыс тауып жатсыз ба? Иә, табыс тауып жатырмын, шүкір. Бір күнде уже бірнеше реклама түседі, оның барлығын қабылдамаймын. Ішінен таңдап қабылдаймын. Аха, адамға керектісін ғана, иә, ал жаңағындай болсын болмасын ақша берсе болды, жарнамалай берем деген олай жоқ қой сонда, иә? Жоқ, ондай жоқ. Ол кісіден бірінші адамға керектісін, қажеттісін. Кейбір кісілер өте төмен бағаны ұсынады да, скидка беріңізші деп. Онлайн табыстар қазір көп қой, мысалға. Скидка беріңізші, 500 теңгеге, 1000 теңгеге шығарып беріңізші дейді, мен ол кезде уже сенбеймін бұл кісіге. Сіз шынымен де онлайн арқылы табыс тапсаңыз, онда мен ұсынған бағаны сіз спокойно беруіңіз керек деймін да. Ол спокойно берсе, ол значит шынымен де ол онлайн жұмыс арқылы ақша тауып отырған болады. Бұлдырап тұрсыз дейді Ақнұр ханым сізді. Мына жақта жазып жатыр оқырмандар. Ал блогерлықты бастауға қандай үш кеңес берер едіңіз? Блогерлықты бастауға ең бастысы ұялмаңыз. Жалпы көбісі ұялып шықпай жатады. Ұялам, ата-енемнен ұялам, жас қыздар көпшіліктен ұялам дейді. Ең бастысы ұялмаңыз, өзіңізге сенімді болыңыз деймін. Екіншіден ізденіңіз. ютубтан неше түрлі сабақтар бар, немесе мастер-класстар бар. Солардан қатысудан қорықпаңыз. Жоқ, мен ақтай алмай қалатжам, шығарған ақшамды босқа кететін шығар деп ойламаңыз, қатысыңыз, өйткені пайдаңызға тиеді. Мысалға, сабақтың хотя бы 20-30% пайдаңызға тисе, ол значит сіз жұмыс жасап жатсыз деген сөз. Үшіншіден не айтуға болады? Күнделікті ол жасап жатқан жұмыстарыңызды просто камераны қосып қойыңыз, сіз мән бермеңіз, күнделікті өзім жасап жүрген тірліктер деп камераны қосып қойыңыз, соны салыңыз болды. Ешқандай да оның ұяттығы жоқ. Қиындығы жоқ дейсіз ғой? Қиындығы жоқ, иә, қиындығы да жоқ. Көбісі енді ұяламыз дейді маған, енді қалай неуға болады, жеңуге болады деп. Ал енді инстаграмды бастаған уақытта жолдасың, болмаса ата-енең қарсы болып, немесе телефонда көп тұрасың деген сияқты сөздер естідің ба? Болмаса жолдасыңмен сөзге келісіп, телефонды көп ұстайсың деген секілді. Әлде оған үйреніп, қазір не қылып жаңағыдай қолдайды ма? Бірінші бастағаннан жолдасым қарсы болған жоқ, ата-енем де қарсы болған жоқ. Қайта маған идея тастап отырады, осылай салсай, осылай сал деп ше. Ешқандай да ешкім қарсылық көрсеткен жоқ. Қайта маған қолдау көрсетті керісінше. Қолдау. Иә. Жолдасыңмен қалай таныстың, бөлсек еді? Қалай танысып, ғашық болдың, қандай оның қандай жаңағыдай болады ғой, адамның бір өзіне жағымды қылықтары болады, сол жағымды қылығының қандай жағы ұнады саған? Жолдасыммен аса бір күшті бір танысы болған жоқ. Осыдан неше жыл бұрын, 7-8 жыл бұрын агент дейтін болдым, Mail.ru агент. Сол арқылы танысқан болатынбыз. Бірінші болып ұсыныс тастаған мен болатынмын, дружба дейді ғой сол кезде. Ең бірінші суретінде қасы қалың екен да, сол қасы әдемі екен деп запрос тастаған болатын. Артынша 5 минут өтпей запросты қабылдады да маған привет деп жазды. Солай таныстық басталып кетті. Сонда үйленбес бұрын қанша уақыт жолдас болып, таныс болып жүріп жүрдіңдер? 6 жыл, 6 ай. 8 ай. Қандай? 29-ында
29 октябрь болу керек. Мен 10-шы сынып оқимын. Сол кезде таныстық. Ең бірінші кездесуіміз 11-ші сыныпта болды. Мгм. Ал өзің қай жақтың қызысың сонда? Өзім Қызылорда қаласының қызымын. Қызылорданың тумасымын. Күйеуім негізі Шымкенттікі. Бірақ Қызылордаға көшіп келген бұрыннан бері. Содан, почти Қызылордаға тұрмысқа шықтым ғой, өйткені осы жаққа көшіп келген баяғыда. Негізі Шымкенттікі. Мгм. Өте тамаша. Ал енді қазіргі таңда жолдасыңмен жаңағындай сырласып, әңгіме айтып отыруға уақыт болады ма? Ата-енемен тұрғаннан кейін ондай мүмкіндік бар ма? Мүмкіндік бар, иә. Ата-енеміз бізді қайта шығып қыдырып келіңдер дейді. Көп қыдыруға жібереді. Үйде отырмаңдар, жассыңдар дейді. Өткен мен өзім ата-енем жаста, и поэтому түсінетін шығар енді. Қыдырып келіңдер, отырмаңдар, шығып келіңдер, еш жерге бір кафеге бармасыңдар, хотя бы жүріп қайтыңдар дейді да. Сондай жағынан ата-енем жақсы енді. Көмектесіп отырады, иә? Көмектесіп отырады, баланы мен алып қалайын, сендер қыдырып қайтыңдар, жүріп қайтыңдар деп. Ой, қандай жақсы, ол деген өте жақсы ғой. Қазір қыдырып қалмағанда кейін бала шағаң көбейген уақытта қыдыруға мүмкіндік те болмай қалады, иә. Жеке қыдыруға мүмкіндік. Ал енді бірінші келін болып түскен кезде бір қиындықтар туындады ма? Мысалға тамақ жасай алмай, болмаса басқа бір тірліктерді жасай алмай деген сияқты, қолыңнан келмей деген сияқты. Жоқ, ешқандай қиындық болған жоқ. Өзім мектепте оқығаннан бастап тамақ әзірлеймін. Ешқандай қиындық туындырған жоқ. Енеммен, яғни мамаммен той болмас бұрын, бір 2 жыл бұрын таныстырып қойған күйеуім. Сонымен біз уже араласып жүрген кезде, келін болып түскенде ешқандай қиындық туындырған жоқ. Кәдімгідей үйренісіп кеттім, сразу келдім. Мама деп, ол да қызым деп кетті. Келдім деген жоқ, барлығы қызым деп еркелетіп, тамақ істеу жағынан ешқандай проблема болған жоқ. Бірақ мамадан үйренетім де көп болды. Лағман дейді, мамам күшті лағман дайындайды да, соны үйретті. Мен де қағып алдым. Лағманның тестісін күшті. Қазір Ақнұр, мен кешірім сұрайын, кішкене күте тұрсаң, менің де қызым жылап қалды. Қазір келем. Хорошо. Сіздер сұрақ қоя беріңіздер, мен жауап бере берейін. Ақнұр, мамаң нағыз ас қой дейді. Иә, мамам нағыз ашы ғой. Ол кісіден әлі де үйренерім көп, бірақ қол тимей жатыр ғой үйренуге. Мамадан бірақ лағманды көп үйреніп алдым. Сұрақ қойсаңыздар болады, мен жауап берейін. Бұндай ақаулар болып тұрады, келін болған соң. Менің қыздарым бүгінгі таңда жолдасым кішкене көмектесетін еді қыздармен. Жолдасым кешігіп жатыр жұмыстан, сонымен тікелей эфирге кіріп кеткен едім. Кешірім өтінемін. Қанша тұрмысқа шықтым ба? Тұрмысқа шыққанмын, иә, бір бөпем бар. Өте тамаша. Тұрмысқа шыққаныма 1,5 жыл болды. Сұрақтар қойып жатыр. Молодец, жаным, енеңді сыйлап, мама деп жүресің үнемі дейді. Мен шын айтайын, ене деген сөзін негізі жек көремін. Мама деген сөзді жақсы көремін да. Будто келін мен ененің арасында үлкен бір тосқауыл болып тұрған сияқты ол сөз. Проблема бар сияқты. Иә, сондықтан мен негізі ене деген сөзді жек көремін. Просто түсінікті болсын деп арасында ата, ене деп айтып жатырмын да, кейбіреулер түсінбей қалады да. А так мен всегда мама деп жүремін. И жұртқа айтқан кезде мамам деп айтамын. Бақытты бол дейді. Рахмет, көп ауым. Ең қатты ұятқа қалған кезің есіңде ме осы? Тұрмысқа шықпас бұрын немесе тұрмысқа шыққаннан кейін бір ұятқа қалып болмаса іштей ұят болды ау деген сияқты кездерің болды ма? Қалған кездерім болды, иә, болады ондай жағдай. Ең бірінші курста болды. Қатты ұяламын, содан группастар салатым и группамен бір сайысқа қатысу керек болған. Менің группам өте
неактивный ма енді қатыспаймыз деді. Жоқ, біз қатысуымыз керек, орын алуымыз керек деп бір өзім қатысып, бір биді жаттаған болатым, индийский биін, үнді биін. Ішегі ашық көйлек киіп, соны жаттап, өзім жаттаған ғой, енді дұрыс билемегенімді білем. Өлең айттым, и то ешқандай фонограммасыз, андай минус та жоқ, плюс та жоқ. Без микрофон айтқан болатын. Ешқандай дайындық жоқ қой, енді бір өзім жүгіріп жүрмін. Соны айтып, әйтеуір 3-ші орын алған болатын, бірақ есіме түссе жаман ұялам, сол кезде жылаған болатын. 3-ші орын алсам да әйтеуір жаман ұялдым. Ешқандай өзімді айтқанымды істете алмағаным бар, еще группаға староста болып. Одан қалды ішімді ашып билегенім бар. Сол есіме түссе әлде ұялам. Керісінше мен ойлаймын, ол деген сен өзіңнің тобыңды алдыға алып шықтың, әлің келгенше, күшің келгенше барынша өзіңнің күшіңді салып, өзіңнің ынтаңды салып, керісінше өзіңнің бір жаңағы группаластарыңды алдыға тартқан көрініп ақ тұр. Ол ұялатын нәрсе емес, меніңше жаңағыдай мақтан ететін дүние сияқты. Ішегімді ашып билегенмін ғой, кіндігім ашық, және биді дұрыс жаттамағанмын, өтірік билер қосып жатырмын ол жерде. Сол үшін ұяламын да, хотя бы кішкене дайындалып, сәл жабыстау киім кию керек еді деп. Тапқаным сол болды, сол кезде киімді. Кіндігі көрініп тұратын көйлек болды да. Я өзіңнің биязылығың да бар, сондықтан ғой, биязылық болып тұр, ұяңдық деген сияқты. Ал ең қатты қуанған кезің есіңде ме? Қуанып, бір бағалы сыйлық алған шығарсың мүмкін деген секілді. Бағалы сыйлық әкем өзі сыйлады. Ал шуба сыйлаған болатын, тұрмыс құрардың алдында өзіме ұнаған. Бағасы да өте қымбат болды, бірақ сонда да керек емес десем де жоқ, әперем деп әперген болатын. Қатты қуанған кезім, мама папам күйеуге тегі рұқсат берген тұғым, сол кезде қатты қуанған тұғым. Баста рұқсат бермей жүрді. Сүйдің ғой. Өзім жақсы көрдім, өзім жақсы көрген жігітім рұқсат берсе қуанасыз ғой енді. Баста рұқсат бермей жүрді, сосын рұқсат берген кезде қуанып кеткен болатын. Негізі биыл тұрмысқа шығуым керек болатын 20-да. Қайта биылға қалмаған қуаныштым, карантин. Сүйіктімен қосылғанға өте қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Ол сүйіп тұрғаннан кейін шын жүректен қосылғаныңа қуанышты болғаның, ол өте тамаша ғой енді. Сезім, керемет сезім. Жолдасың сені несімен баурап алды? Жолдасым өте сабырлы. Ешқандай да бір сразу ашуланбайды. Кейбір кісілердің күйеулерін көресің да, бірақ менің күйеуім тіпті шүкір сабырлы, өте сабырлы. Ешқандай да бір артық несі қылығы жоқ. Өзін жақсы ұстайды көпшіліктің алдында. Сонысымен маған қатты ұнайды. Ешқандай андай ішу шегу дейтіндер бар ғой енді. Несіне жасырамыз күйетін нәрсе. Жаман қылығы жоқ. Жаман қылығы жоқ, сондай жоқ, соған ризамын. Ақнұр, тағы да кешірім сұраймын, тағы да үзіліп кетейін деп тұрмын қазір. Қазір. Қайта мен балам тыныш отыр ғой, мамасын, әжесінің қасында. Не айтып жатсыздар дейді. Бізде мына жерде сұхбат болып жатыр, маған сұрақ қойып жатыр, мен жауап беріп жатырмын, яғни блогерлерден сұхбат алу. Мына жақта мен баламды келе жатыр деймін. Сол сұхбат беру барысында осындай қиындықтар туындап жатыр, ол обязательно болады. Біз келінбіз ғой, енді келін болғаннан кейін любой момент бала жылап қалады, любой момент бірдеңке болып қалады. Сондықтан түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз. Эфирдің бөлініп жатқан үшін. Ой, кішкентай балам болса осы ғой. Ештеңе істей алмай қаласың. Мен сағат негізі 11-де шақыратыным сол, көп қонақтарды мен 11-ге шақырамын, себебі дәл онда қыздарымды жатқызып қоям, ұйықтап тастаймын, сөйтіп тура 11-де тікелей эфирге дайын болып, қыздарым бәрі ұйықтап жатады. Мен жаймен өстіп тікелей эфирді асықпай өткіземін да. Ал бүгін 10-ға қойып қойдыңдағы ары созуға дәтім бармады. Сонымен мен балам кешірім өтінемін.
Иә, ештеңе қылмайды, ондай болып тұрады. Бүгін біз не айтып жатырсыздар дейді. Иә, Ақнұр ханым жайлы айтып жатырмыз. Ақнұр блогер қыз, өзінің сырларымен бөлісіп жатыр, өзінің жеке өмірі жайлы сырласып жатырмыз. Сондықтан эфирде болыңыздар, және де жас қыздарға өте бағалы, мынау қазіргі айтып жатқан сырларының бәрі өте бағалы. Жаңағындай енемді мама деймін деген, оның өзі бір кеңес қыздарға. Себебі ертеңгі күні тұрмысқа шығып, енем деп жақтырмай жатса, ол қыздың мысалға бақытты болып кететіні екі талай. Иә, бірінші ең басты жолдасыңның анасын сыйласаң, жолдасың да сені күшті сүйіп тұрады ғой. Сондықтан сенің беріп жатқан кеңесіне рахмет. 1,5 жыл болса да өте бағалы кеңес сенің тарапыңнан. Рахмет көп. Так, комментарийін өшіріп қояйын ба саған? Әлде сенің бетіңе просто шығып тұр да былай комментариялар, сондықтан өшіріп қоя тұрсам, иә, әзірге. Өшіре беріңіз. Енді эфир сақталған өзінде гиф өткізіп көрдің ба осы уақытқа дейін? Гиф өткіздім, иә, шамамен 3 немесе 4 гиф өткіздім ау деймін. Или 3. Есімде жоқ, бірақ өткіздім. Бірақ сол гифта енді өзіңнен бір көңілінен шықпаған, мысалға гиф таратып жатқан кезде бір жаман сөздер келіп жатады тарапыңа, өз тарапыңа, сондай болды ма? Жаңағыдай сіз өзіңіздің туысыңызға таратып жатырсыз, бұл не деген жайбасарлық деген секілді тікелей эфирде таратқан кезде сондай бір агрессивный оқырмандар болды ма? Я ондай обязательно болады. Любой бүкіл гифтерде болады деп ойлаймын, өйткені ол кісі біраз адамға тіркеледі, ұтпай қалса жыны келіп неше түрлі сөздер жазып жібереді. Бірақ ешқандай да ондай туысқа тарату деген болған жоқ. Мысалы, кейбіреулер ойлайды да, айтып қоясыз алдын ала деп. Ешқандай да алдын ала айту ондай ешқандай жоқ, өйткені енді Құдайдан қорқатын адамбыз, ол ұтқан адамдарды біз танымаймыз. Тек осы Инстаграм арқылы тануымыз мүмкін, өйткені тұрақты оқырмандар көбінесе ұтатын. Ерінбей қатысып, ерінбей жазып комментарийларды. Басқа қаладан ұтқандар бар, кәдімгідей почтаға барып салып жібереміз. Но ондай көп пікір жазғандар жоқ екен. Үлкен гифтерде болмаса, менікі шағын гиф болғаннан кейін, тек 1-2 адам болмаса. Көңіліңе аласың ба сондай сөздерді? Не только ол гиф, жалпы бір видео салсаң, күйеуіммен ойнаймын ғой, енді сондай историяға салсаң, ұялмайсың ба, неге күйеуіңді сыйламайсың дейді да. Мен осы жерде бір сыйламайтындай ешқандай бір дөрекілік көрсеткен жоқпын, күйеуіммен ойнағанда тұрған ештеңе жоқ. Жақында күйеуім өзі бір салат істеймін деп бір тұздаған болатын салатты, соған бір әйел жаман жазып жіберіпті да. Ұятсыз әйел екенсің, күйеуіңе тамақ істетіп қойған деп. Мен көңіліме тиді, мен оны істетіп қойған жоқпын, күйеуім өзі істеймін, өзім тұздаймын деді. Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Өзбектің еркектері ұқсап деп, сонда өзбектің еркектері еркек емес та, қазақтың еркектері ғана еркек па, түсінбей қалдым. Сол мен көңіліме қалып қойды да кәдімгідей. Ондай комментарийлер көп енді. 5 саусақ бірдей емес қой, бәріне жаға алмаймыз. Иә, бәріне жаға алмайсың. Ондайларды енді көңіліне алмаған дұрыс әрине, себебі негатив қазір өте көп қой. Негативный адамдар өте көп. Негатив жазғанды бір жандары сүйе ма, бір прям осы деген жаны кіріп тұрып жазатындар бар ғой. Бастап жүргенге жазған кезде кәдімгідей көңіліме алып, күйеуіме айтатын, осылай жазып жүргізбеймін енді деп қой, көңіліңе алма деп не қылатын. Сабырға түсіретін. Қолдайтын, иә, қолдайтын. Қазір уже өте жақсы қолдаған. Тырсам, иә. Бос уақытта немен айналысқанды жөн көресің қазіргі таңда? Бос уақытта көбінесе не қыламын, демаламын. Баламен отырамын, екеуміз ойнаймыз. Екеуміз телевизорды қосып қойып, андай развивашка нелерді қосып қоямыз да, соларды қосып қойып үйретемін. Көбінесе үйретейін дейсің, бірақ үйренбейді, но қосып қойсаң сол кірет дейді. Жаман нәрселерді көрсетпей, қайта бір мен несін дамытатын нелерді қосып қойған дұрыс екен. Кейбірлер әшейін бір мағынасы жоқ нәрселерді қосып қойды, Буба, жаңа Настя дегендер. Олардан ештеңе үйренбейді, қайта зиян нәрсе үйренеді. Қалай бұзықтық жасау керек екенін бәрін үйренеді да. Ал бүлдіру керек екен, бүлдіруді үйретеді. А вот хоть орысша болсын, бірақ андай үйретеді ғой, жануарларды, санауды, түстерді, вот соларды қосып қойсаңыз, ол қазір шығарады, өсе келе шығарады екен. Солар миына құйыла береді да, вот соларды қосып қойып.
Әрине, менде мысалға 3 қызым бар. Үлкен қызыммен қазір онлайн сабақ беріп отырамын. Екінші қызымның қолы бос, тілі шыққан бала. Сонда орыс каналды ғана көреді. Сөйтіп осы жақында өздері комнатасында бөлмелерінде бірдеңені құлатып алды. Сөйтсе жаңағы үлкен қызым айтады, айтпай қоя тұр десе, придется рассказать деп орысша сөйлеп тұр. Мысалға бізде үйде тек қазақша, тіліміз қазақша, сөйлейміз қазақша. Сонда қызымның ана телевизордан алған, теледидардан алған үлгісі ғой ол. Придется рассказать деп, тем более айтпаймыз біз. Тіпті айтпаймыз. Сол сияқты ұлым, сол сияқты ұлым не көрсе соны ертең келе шығады. Иә, құдай қаласа. Пока кішкентай енді сөз ұқпайды ғой, бірақ сонда да ертең уже миына жаймен деп қабылдай береді да. Настя, Буба, Маша, оларды қоспаймын, көргізбеймін. Өйткені өзіме ұнамайды. Інім соларды қайталайды. Но деп кәдімгі сөйлеп, ұрсып, онда Настяның қылықтарын істейді да. Інім бар да өзімнің ағамның баласы ғой енді. Сондықтан содан көріп алғаннан кейін балама оларды көрсетпеуге тырысамын. Әрине, дұрыс қой. Ал енді қазіргі таңда жас қыздар, мысалға, сен өзің парақшаңды оқитын оқырмандарың сенен мастер-класс сұрайды ма, мысалға, блогерлікті қалай жүргізу жайлы мастер-класс жүргізесіз бе деген секілді. Сен қазір жоспарыңда бар ма? Өткізгің келе ме мастер-класс? Мастер-класс өткізу ондай ойда жоқ. Өйткені өзімді бір күшті бір атақты бір блогер сезінбеймін. Мастер-класс сұрамайды, бірақ мынандай қалай қолданасыз, қандай программа қолданасыз десе, мен ақша алмай, тегін жауап беремін, тегін кейде жіберемін, осылай істесең, осылай ыңғайлы деп. Кейбірлері сатып жатады ғой, онда мен сатпаймын, айта саламын. Осылай жасаңыз, осылай болады дейсіз. Рахмет деп айтып жатады көбісі алғыстарын. Алғысын айтып жатады. Иә, мастер-класс өткізбеймін, өткізу ойда жоқ. Ал өзің мастер-класс өтіп көрдің ба? Тамақ жайлы мысалға. Тамақ жайлы өткен жоқпын, бірақ видео монтаждауды өттім. Соны ғана өттім, басқа курс өткен жоқпын. Қазір өткені посттарға салған видеоларға қатты мән береді. Видеоны монтаждап салмасаң көбісі қызықпайды. Монтаждап қызықтырып салмасаң ше. Сондықтан сол видео монтаждауға ғана қатыстым. Пайдама жарады. Былай аузың жабылып қалып жатыр, Ақнұр. Сәл артқа отырсаң камерада. Бүйтіп жақын. Осылай, аха. Иә. Сол тек бір видео монтаж. Иә, видео монтаждауға. Енді өзіңе ұнады ма сол курсқа өткеннен кейін бірдеңе ала алдың ба өзің? Иә, риза болдың ба? Білмейтін программаларымды өзіме жүктеп алдым. Қай жерде қалай қолдану керек, оларды да біліп алдым. Жалпы блогерлікті қалай бастауға көмектескен мен жеңгем да, өзім жеңшем қазір атақты блогер, оқырманы 500 мыңнан астам бар. Білетін шығарсыз, енді білмейсіз ба, робот келін дегенді білесіз ба, өзімнің мен туған жеңшем сол кісі. Сол кісіден үйрендім, сол кісіден сұрайтын жерін сұраймын, сол кісіден білдім. Жаңа ғана кісіні маған Бекзада ханым айтқан болатын, тікелей эфирге келсе сол кісіге де айтып көріңіз деп. Түсініп көрелік тікелей эфирге. Түсініп көріңіз, қабылдасы тіпті жақсы, ол кісіден үйренер өте көп. Енді аудиториясы от қой кәдімгідей, білмеймін қалай, адам тартама, білмеймін енді. Бірақ несін күшті, аудиториясы күшті, инстаграмда жақсы жүрді. Сол кісіден үйрендім, негізі сол кісі бастаған. Сонымен тұрмыс құрғаннан кейін мен де бастайыншы деп сұрайтын жерлерімді сұрап, сөйтіп бастап кеткен болатынмын. Тамаша. Мотиваторың болды ғой ол кісі? Иә, мотиваторым болды. Өте тамаша. Ал блогер болу қиын ба әлде? Саған өзіңе қызық па қазір? Блогер болу қиын да әрі қызық. Бір жағынан қызық, бір жағынан қиын ғой енді. Өйткені жай қарамайсыз, оған кәдімгі жұмыс ретінде қарау керек. Кейде еріншек болып, жалқаулық танытып, инстаграмға кірмей қойсаң, аудиторияң кәдімгідей түсіп кетеді. Статистикаң түсіп кетеді. Адам уақыт болмай кетсе, иә, неғып шықпайсыз, неге видео салмайсыз, неге қызықсыз болып бара жатсыз деген сұрақтар туындайды. Сол кезде сол үшін инстаграмды күнде жүргізу керек та. Мен кейде жалқаулық танытам, кірмей қояйыншы бүгін деп. Кәдімгідей жазып жібереді. Дем алайыншы деп па? Иә, жазып жібереді, қызықсыз болып барасыз, видео жоқ сізден, отписываюсь деп ше. Сол кезде құрсын қойсам деп
тұрып саласың ше сол кезде. Бірдеңке бір қызық видео салмасаң, жұрттарға қызық емес уже. Өйткені қазір блогерлер өте көп қой. Ойнадан кетейінші дым қызық емес деген сияқты. Сондықтан ол қиын. Іздейді екен ғой сонда, иә? Іздейді, иә, іздегенде жазып жібереді, ол қызық емес уже деп, неғып кірмей кеттіңіз деп ше. Содан кейін барып саласың ғой видеоны. Іздемесе сен де отыра бересің ғой, іздемей құрсыншы, несіне кірем деген сияқты. Былайынша жұмыс кәдімгі үлкен жұмыс, үлкен жұмысты, үлкен еңбекті талап ететін Жауапкершілік. Иә, жауапкершілік бар еще. Ал телефонға шамамен қанша уақыт жұмсаймын деп ойлайсың күніне? Күніне өзім санамаппын. Неде телефонда қосып қояды ғой средний уақыт деп. Средний уақыт көп шығады, менде 11 сағат, 12 сағат шығады. Соны 7 сағатқа төмендеткім келіп жүр да. Мейлінше, бірақ кейде бір пайдасыз дүниеге жұмсаймын ғой. Инстаграм деген негізі адамды жаңа телефон ауруына не алған ғой. Көп шықпаймын Инстаграм. Иә, шалдықтырған. Сондықтан мейлінше 7 сағатқа түсіргім келіп жүр күніне қолданып. Менікі көп шығып жүр соңғы кезде. Енді өзіңнің жұмысың болғаннан кейін де ол қажетті дүние шығар, солай болу қажет шығар. Негізі дайректке келген хаттардың бәрін ашып оқисың ба, әлде жаңағыдай тек қана таңдаулы арқылы қабылдайсың ба? Негізі көп блогерлар жазған хатыңа жауап бере қоймайды. Енді ренжитін шығар, енді шынымен айтқанда оқымаймын ше. Просто ашамын да, көп келіп тұрған көремін да, жаба саламын. Ерінемін оқуға. Білмеймін, неге еріншектік соңғы кезде басым болып жүр. Ашамын да жауап бермеймін. Баяғыда жауап беретін ерінбей. Или хаттардың көбейгеніне байланысты ма, білмеймін. Жауап беруге ерінемін. Кейде сұрайды, мына өлең қандай өлең, мына жеріне не қостыңыз, не істедіңіз деген сияқты ше. Сол кезде запросқа келеді ғой қазір смс-тер. Сол жерде ашамын да, оқымай жаба саламын. Кейде оқымай сразу удалить ете саламын. Кейбір жаман пікірлер болса, оларға да жауап бермеймін, бірден удалить ете саламын. Көбінесе күйеуім удалить етеді, жаман пікірлер болса, мен оқымасын, ашпасын деп. Ашады да өшіріп тастайды, мен көріп үлгермеймін кейде пікірлерді. Менің көңіліме тиіп ма, күйеуім ашып өшіріп тастайды. Өйткені күйеуімнің телефонында мен Инстаграм тоже қосылған. Екеуіңдегі бір Инстаграм отырасыңдар, иә? Иә, сөйтеміз. Негізі олай бақылап отырып не салдың, қалай салдың? Қызғаншақ емес, бақылау отырмайды. Просто алдында телефон өшіп қалған кезде, сол күйеуімнің телефонымен кірген болатын, содан қалып қойған ғой. Сода әлі өшірген жоқпын. Келсе өшіріп отырады өзі, керек емесін. Өзіңді қатал анамын деп айта аласың ба? Қаталмын деп айта алмаймын, но кішкене қызуғандымын да. Қалай айтсам болады. Менің нервный, қазіргі нервный система деймін, қалай нервтік жүйем тез сыр береді да, бірақ тез басыламын. Дәл қазір ондай қатал емеспін, бірақ қызуғандымын. Кітапқа қызығасың ба, қызығушылығың бар ма? Жоқ, кітап оқығаннан гөрі жаңалықтарды оқыған қызықтырақ маған. Кітап оқымаймын, тек жаңалықтарды ғана оқимын. Психологияға қызықпайсың ба? Мысалға, қазіргі таңда келіндерге көбінесе психология көп көмектесіп жатады деген секілді. Жоқ, психологиялық кітаптар оқымаймын, бірақ психологиялық тесттер бар ғой. Вот соларға қызығамын. Кейде бір қарап, мына суретті таңдаңыз, мына суретті не қылыңыз деген соларға қызығамын көбінесе. Қандай адам көбінесе сәйкес келіп жатады, көбінесе сәйкес келмейді. Былайынша психологиялық тест сол кітаптан гөрі соларға қызық сияқты маған. Интернетте ашып аламын да, психологиялық тест деймін, соларға жауап беремін. Ал жылды жорамалға сенесіз бе? Жылды жорамалға аса бір 100% сенбеймін, 50-50. Жақсы жақтар болса сенемін, жаман болса сенбеймін. Ал сырласқанда сырыңды бөлісетін құрбыларың бар ма, әлде анаңмен, өзіңнің құрбыңмен, или жолдасыңмен сырласқанды жөн көресің бе? Сырымның барлығын жолдасым біледі, но сыртқа айтатын болсам, ондай құрбым жоқ, сыр айтатын, бірақ екі әпкем бар, бірден екеуіне звондаймын, екеуіне айтамын. Екі туған сестрам. Сол кісілермен сырласасың. Иә. Ақылдасасың да сол кісілермен, иә?
иә, ақылдасам, бір жаңалық болса, басқа бірдеңе болса, сразу сол екі сестрама звондаймын. Бірінші болып үлкен сестрама звондаймын. Сөйтіп екінші сестрама звондаймын. Бауырдың Қандай арты. тамаша, иә? Екі әпкең бар. Сенің Иә, сырыңды ешкімге ашып жайып қоймайды, өздерінде қалады. Шынымен да шын көңілмен кеңесін береді, иә? иә. Енді бауырдың артық адам жоқ. Анаммен сырласпайсың. Әрине. Анаммен көп сырласпаймын. Анам өйткені қатал кісі да. Оған сыр айтудан біз кішкене жасқанамыз да, қорқамыз да, и қатал кісі болғаннан кейін. Көбінесе сол сестраларыма айтамын. Ой, қандай жақсы. Анаңның саған әпкелер сыйлағаны қандай жақсы болған. Иә, шүкір Аллаға. Иә, әпкелеріңмен бөлісесің. Енді мынау құрбы дегенге сенесің бе? Мысалға, құрбылар жан құрбым осы деп араласып, сырласып жатады да кейін сатып кететін жағдайлар болады. Соған қарағанда құрбыларың негізі былай бар ма өзі? Сырласпасаң да араласатын құрбыларың бар ма? Араласпасам да араласатын жақсы құрбыларым бар. Осы Инстаграм арқылы тапқан құрбыларым бар. Былайынша сырласып, сыр ақтаратындай құрбы жоқ, ондайға мен сене қоймаймын. Өйткені ол құрбыға айтсаң, ол по-любому біреуге айтып қоятын сияқты. Иә, күйеуіне күйеу, тағы біреуге айта алмасын, білмеймін, сондай сияқты да енді. Жалпы прям сыр айтатындай құрбым жоқ, бірақ былайынша араласатын құрбылар өте көп. Иә, адамға айтсаң күледі, Аллаға айтсаң түсінеді деген бар ғой. Сол сияқты адамға айтып сенудің қажеті жоқ деп ойлаймын өзі негізі. Иә, тек өзіңнің бауырың болмаса. Иә, бауырдың артық адам жоқ, иә. Тек не қылып тұратын, тілеуімді тілеп тұратын сол бауыр ғой. Әрине. Ал жолдасың да өзі жалғыз бала дедің, иә, үйде? Жолдасым жалғыз ұл, бір қыз ғой. Жалғыз ұл, жалғыз қыз. Бір қайын сіңлім бар, тұрмыс құрған. Өзімнен үлкен болса да, мені жеңге деп сыйлап тұрады. Өзімнен 2 жас үлкен, бірақ маған жеңше дейді. Жақсы. Ол енді енді ол деген мамамның тәрбиесі деп ойлаймын. Мамам сразу өзіңді айтты, бір жалғыз ғана бір ағаң бар, сол ағаңның келіншегін жеңше дейсің деді. И ол кісі де келісті енді қайын сіңлімде. Жеңше деп тұрады. Сіз деп сөйлейді, соған ризамын. Өзімнен кіші болса да мені сыйлайтын. Қандай тамаша, керемет. Ал енді жолдасың саған қатал деп ойлайсың ба? Жоқ, жолдасым болады ғой, олай жасама, олай киінбе, орамалын тастама, болмаса сондай бір саған қатал бір нелері бар ма өзінің? Қойып қойған осы, нүкте қылып. Жоқ, ондай маған ешқандай не қоймайды, қаталдық танытпайды. Үйдегілер орамал тақ, орамалды шешпе деп айтпайды. Үйдегілер ата-енем де айтпайды өйтіп. Жалпы кейде орамалсыз жүре беремін, бірақ қонақ келгенде обязательно орамалымды тастамаймын. Міндетті түрде орамалымды тағамын. Сәлеміңді саласың, иә? Сәлем салам, иә, сәлемді саламын. Оны күнде салам, бірақ таңертең. Ал таңертең қаншада тұрасың, мысалға кештіріп, сөз естіп қалған кездерің болған жоқ па енеңнің? Жоқ, былайынша айтқанда менің мама папам не ғой, жас кісілер ғой, айттым ғой, жас дедің ғой, маған свобода берген да, өйтіп ешқандай не қоймаған, қалай айтсам болады. Осындай тұрасың, осылай. Иә, условия ешқандай маған қоймаған. Қаншада тұрамын, өзім білемін кейде енді. Мамам жұмысқа кетеді, бірақ мамам үйде болған кезде ерте тұрамын. Папа үйде болған кезде кейде кеш тұрып қаламын. Баламен жатқан кезде енді кеш тұрып қаласың. Өйткені балам енді емізулі болғаннан кейін алаңсыз қасында жатасыз ғой енді. Өзіңіз де білетін шығарсыз енді бала баққаннан кейін білесіз ғой. Сол кезде енді түнде оянасыз. Балам емізулі болмаса да мен деген қазір, иә, балам емізулі болмаса да қазір мен тұрмысқа шыққаныма 8 жыл болса да ұйқыны жақсы көрем. 10-ға дейін, 11-ге дейін жатып қалатын кезім болады. Сонда сөз естеймін әлі күнге дейін. Енді мен сөз естімеймін, бірақ күйеуім айтады, қой, бүгін ерте тұр, ұят болады деп ше. Сол кезде енді ерте тұруға тырысамын. Кейде енді ұйықтап қаласың, онда тұрасың, кейде 10:30-да тұрып қаласың. Но енді мен әдейі істемеймін да, қойшы ұйықтай беремін деп. Кейде сондай болып қалады, кейде басым ауырып жатып қаламын, кейде баламен жатып қаламын. Ондай кезде түсінеді. Адам болғаннан кейін бәрі болады. Иә, ондай кезде түсінеді барлығы.
но бірақ азан әрине. 6-та 7-те тұр деген не условия қоймайды. Келін болып түскен кезде бір апта ерте тұрдым, енді 7-те тұрып азанға таңғы асында жүрген кезде өзі айтқан мамам, ерте тұрмай ақ қой, біз азанды таңғы нет жаңағы тәбетіміз болмайды деп, 10-ға таман ашылады деп ше. Жұмысқа кетеді ғой енді барлығы. Иә. Сөйтіп ұялағаннан не тамақ шайды ішіп жүрміз деп тұрмай ақ қой деп бір апта ерте тұрып жүрдім, одан кейін асықпай тұра бердім болдым. Аха. Өзіңнің қалауыңша тұра бердің, иә. Ал жаңа түскен келіндерге қандай кеңесің болар еді, бір өзіңнің айтып кететін бір 3 кеңесің, болмаса одан көп болса. Енді түсіп жатқан келінге, болмаса келін болып келейін деп жатқан қыздарға қандай кеңес берер едің? Бірінші қадамды өзіңіз жасаңыз анаңызға, енді мамаңызға ше, енді былай айтқанда енеңізге деп айтайын, түсінікті болу үшін. Енеңізден күтпеңіз, қызым деп біреулер айтады ғой, енем өйтпейді, келін деп сөйлейді. Бірінші қадамды сіз жасаңыз, сіз өзіңізді мамаңыздай көріңіз. Мама деп жалтақтап қасында жүріңіз, сол кезде сіздің енеңіз де сізге өз қызындай қарайтын болады. Кейбіреулер бірінші қадамды енесінен күтеді да, қайта бірінші қадамды сіз жасауыңыз керек. Екіншіден енді сол мама папаңызға, ата енеңізді мама папаңыздай сыйлаңыз кәдімгідей. Екеуін бірдей көріңіз, сол кезде сіздің күйеуіңіз сізді сыйлайтын болады. Мысалға, сыйлықты өзіңіздің анаңызға алдыңыз ба, енеңізге де алдыңыз. Сол кезде күйеуіңіз кәдімгідей қуанып қалады, мамама да алып жатсың ба деп ше, сол сияқты екеуін бірдей көріңіз. И атаңыз да солай, атаңызбен де әкеңізді тоже бірдей көріңіз. Ол енді кәдімгідей енді қалай айтсам болады, күйеуіңіз қуанып, көңілі көтеріліп, сізге разы болады да, күйеуіңіздің несін разылығын алыңыз дейді ғой. Иә, сондықтан бірдей көріңіз екеуінде. Үшіншіден, не кеңес айтсам болады. Кейде болады ғой, енді бірдеңе айтып қалады ата енеңіз, сол кезде ойыңыздан шығарып тастауға тырысыңыз, ешқандай көңіліңізге алмаңыз, кәдімгідей мамам ұрысты деп қабылдасаңызшы. Кейбіреулер соны жабылып алады. Енесін жамандайды, неғып жамандамаңыз, ол жамандаудың қажеті жоқ, өйткені ол өз отбасыңыздың құпиясын біреуге айтып жатсыз да, ол сіздің сыртыңыздан күледі. Сондықтан ешқандай құпия. Өте тамаша кеңес, өте қажетті кеңес, себебі сіз енеңізге көзқарасыңыз қалай дейді? Көзқарасын айтып кетті. Айтып кеттім мен, ене деп бастысы сол. Бәрі жақсы болады. Блогерліктен ақша түседі дейді. Блогерліктен ақша түседі. Көбісі ойлайды ки Инстаграм ақша төлейді деп. Инстаграм ешқандай да ақша төлемейді. Сол сіз жұмыс жасау барысында сізге ұсыныстар түседі, сол ұсыныстар арқылы сіз ақша табасыз. Так, бұл оқырмандардан келіп түсіп жатқан сұрақтар болып жатыр. Оқырмандар, қоя отырыңыздар. Көкелеріңізде болып жатқан сұрақтар болса, қойыңыздар, ұялмаңыздар. Ақнұр ханым жауап беруге тырысады. Иә, жауап берем. Барынша шынайы жауап беруге тырысып жатырмын. Дайректке қойып жауап бермеген сұрақтары болса, Ақнұр ханым қазір салды. Бізге сұхбат беріп отырған жеріне сіздерге қазір керемет сұрақтарыңызды қойып алыңыздар. Ал енді бүгінгі сұхбат өте тамаша болды. Маған ұнап отыр, бір соңында үйде отырып, дастархан басында әңгіме айтқандай болып өзіңмен. Мынау сырыңды айтқаныңа, және де қыздарға, келіншектерге өзіңнің жаңағыдай неңді беріп жатырсың ғой, кеңестеріңді беріп жатқаныңа үлкен рахмет, үлкен алғысым шексіз. Жаңа түскен келінсің ғой, мысалға енді 1,5 жыл енді болды, жассың. Сондықтан соған қарамастан қазірден бастап түсініп, анам, енем емес, анам деп атаймын, сыйлаймын деп айтып жатырсың. Ол өте керемет. Сен ертеңгі күні бір 10 жыл болған кезде сені жаңағыдай алақанында көтеріп, аспанға көтеріп, жаңағыдай сыйлы келін болатыныңа көзім жетіп тұр. Себебі қазірден бастап сен түсініп тұрсың, ата енені сыйлау ол басты дүние екенін. Сондықтан сендей келінге қолы жеткен жігітіңе 1000 алғыс. Жігітің бақытты сенің. Иә. Кешкі асқа қандай тамақ істесем екен деп ойланасыз ба дейді. Әрине, ол бәріміздің. Иә, ол бүкіл келіннің проблемасы. Не только келін, енді кейбіреулер ата енесінен бөлек тұрады ғой енді.
бүкіл мамаша болсын, бүкіл келін болсын, бәрінің проблемасы. Кейде мен күйеуімнен сұраймын, не тамақ істейін деп, ол білмеймін десе жынданамын, ол неге білмеймін деп айтасың, бір тамақты айтшы деп ше. Кәдімгідей проблема, үлкен проблема. Бір разнообразие ол бар болсын, сіздің еске қоясың да, кейде дұрыс шықпай қалады да енді. Күнделікті, лучше күнделікті қазақша тамақ істей берейінші дейсің сосын. Сіз қанша айда көтерілдіңіз дейді? Мен Қанша ай кетті? инстаграмды жүргізе бастағаным былтыр сентябрьден бастадым. Бір жыл 2 ай ма 2 ай болыпты ғой, иә. Сентябрьдің соңынан бастадым. Октябрьдің басынан бастап қолға алдым ғой уже. Сол айтқанда бір жыл 2 ай. Қандай тамаша. Бала шағаңыз нешеу дейді Ақнұр ханымның? Бір балам бар, бір Бала ұлым шағаңыз. болды. Ол мен ұлым емес, енді ол ата әжесінің баласы. Қазір ұлым деп қалды, аяқтыға барайыншы қалды. Иә, бірінші бала ол міндетті түрде ата шал мен кемпірдің баласы деп айтып жатады ғой. Бірінші бала емес бізде. Бірінші балада, екінші бала, үшінші балада ата әжесінікі. Төртінші бала мүмкін сізге бұйырар. Әрине. Ал Ақнұр ханым, сізге үлкен алғыс, тікелей эфирге келісіп, бізбен бірге керемет сұхбат жүргізгеніңіз үшін. Блогер жолын үйрете аласыз ба? Мінекей мастер-классқа сізге сұраныс түсіп жатыр, бірінші сұраныс, мастер-класс өткізуіңізге болады. Ондай айтып жатыр ғой мына жерде. Жоқ, егер сұраныс көп болып жатса, өткізе саламыз, оның түк қиындығы жоқ деп ойлаймын. Тек қана сабақтардың барлығын дайындасақ болды. Ары қарай оңай уже. Но мен көбінесе өткізбеймін, жауап бере саламын сұрақтарына. Өйткені еріншекпінші негізі жаман, жалқаумын, еркелік па? Негізі, мастер-класс өткізуде ол машақаты көп тірлік қой. Оған дайындалу керек, ол жауапкершілігі. Жауапкершілігі өте үлкен, өте мол. Екі мамандық иесімін, екі жоғарғы оқу орнын бітірген. Бірінші мамандығым экономист, екінші мамандығым юрист. Біздің кездегі мамандықтардың иесі екенсіз, сразу екеуін бір оқпен атқан екенсің. Экономист мамандығы бойынша жұмыс жасаған жоқпын, тек юрист мамандығы бойынша жұмыс жасадым. Сотта қазір декреттемін. Ертең декретті бітіргеннен кейін жұмысқа қайтадан шығамын. Өте тамаша. Сұхбат бергеніме, келіскеніме үлкен алғысымды білдіремін. Өте күшті сұхбат. Өте күшті сұхбат болды. Керемет кеңестермен бөлістің, кеңестеріңе үлкен алғысымыз шексіз. Жолдасым бақытты екен. Құдай қаласа сондай шығамыз. Кешірім сұраймын. Күйеуім жұмыстан енді келіп жатыр еді ғой. Күйеуіңе сәлем айт, саған мұны бағы бар жігіт екен, осындай келіншек алып, бақытты болып, түсінігі мол келіншегі алғанына мен де өте риза болып отырмын. Себебі бұндай қыздар қазір өте аз. Себебі жаңағындай күйеу жақты керісінше жақтырмай, жамандап, сондайға жақын ғой қазір енді. Бара салып жаңағындай сынып кетуі қиындау келіндердің қазіргі таңда. Сен барып сіңгеніңнің өзі ол бір бақыт. Сондықтан бақыттысың, бақытты болыңдар жолдасың екеулері, жүгірлі болып, бала-шағаларың көп болсын. Бай бақуатты өмір тілеймін. Аумин. Сізге де сондай бақытты болыңыз, ауырмаңыз, балдарыңыз. 3 бала шағым бар дедіңіз ғой, аман болсын, дендері сау болсын, соның рахатын бірге жұбайы көріңіздер. Сізге де шақырып. Оқырмандарға тілегің. Оқырмандарға бір тілек айтып. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін, ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын, бауырларыңыз, туыстарыңыз аман болсын деймін. Ұтысты болыңыздар, конкурсқа қатысып, көп қатыса беріңіздер, ұтысты болыңыздар, ешқандай да өтірік емес, ол рас нәрсе деймін. Сол жақындарымыз аман болсын, бастысы, еліміз тыныш болсын. Жақсы, Ақнұр, сау саламатта болайық. Келесі кездескенше мүмкін тағы да сені басқа бағдарламама шақырып қалармын. Мүмкін, жақсы, рахмет. Жақсы.
Ал мінекей Ақнұр ханым тікелей эфирді біз өткіздік. Сұхбатымыз өте тамаша болды, сондай сырласу керемет болды. Ақнұр ханымға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сондай сыпайы, сондай приятный деп айтады ғой, өзі приятный келіншек. Сіздерге керемет кеңес айтып кетті деп ойлаймын. Қазіргі келіншектердің сондай ақылдылығына таң қалам, себебі біздің кезде жаңағыдай көп кикілжіңдер көп қой. Негізі ене мен келіннің арасындағы проблема деген бітпейтін бір дау, бітпейтін ұзын сонар әрқашанда проблемалар болып жүреді ғой келін мен ененің арасында. Бірақ осындай ақылдың арқасында, осындай даналықтың арқасында жаңадан жас болып келін болып тұрса да, жаңағыдай енені сыйлау керек, ене деп емес мама деп сыйлау керек деп айтып тұрған ақылынан айналдым. Ақнұрдың үлкен рахметім шексіз, алғысым шексіз. Сіздердің баршаларыңызға рахмет айтамын. Сіз қалай көтерілдіңіз? Мен әлі көтерілген жоқпын, мен сіздермен біргемін, халықпен біргемін. Мен ешқандай да көтеріліп, мен жұлдыз емеспін. Сондықтан мен де сіздер сияқты қарапайым адаммын, мен де анамын, 3 қыздың анасымын, үйде отырған, декретте отырған анамын. Сондықтан ешқандай да жұлдыз ауруымен ауырмайтын келіншек адаммын. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Қазір енді тікелей эфир аяқталды. Ертеңгі күні біз мүмкін Бекзада ханыммен ертеңгі күні тікелей эфирді өткізетін боламыз. Ертең сіздерге барша жаңалықты айтатын боламын, сіздермен бөлісетін боламын. Бірге болыңыздар. Күнделікті сағат 10 мен 11-дің арасында бізде осылай тікелей эфир өтетін болады. Сұрақтарыңыз болса жіберіп отырыңыздар осылай. Көрерменнен сұрақ ретінде біздің қонақтарымыз жауап беруге тырысады. Сондықтан баршаңызға рахмет, алғысымыз шексіз. Баршаңызды сүйдім. Баршаңызға қайырлы түн болсын, Алла тағала тыныштығын берсін. Жақсылап демалыңыздар. Ертеңгі күні демалыс қой енді. Демалыстарыңыз тамаша өтсін деп тілеймін. Қайырлы түн баршаңызға.